Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 4-ші сынып 58-ші сабақты өтеміз. 3 таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырма есептеуді орындамай тұрып бөліндінің мәніндегі цифрлар санын анықта. Бірінші 52965 саны. Бұл жерде бөлінді 1, 2, 3, 4, 5. 5 цифрдан құралған, енді оны 3 санына бөлеміз. Сонда 17655 санына тең болады. Бұл жерде 0 мен аяқталып тұр, демек толық бөлінді, орындалды. Келесі 52960 саны 5 цифрдан құралған, 32 санына бөлген кезде бізде 1655-ке тең болады. Яғни қарайтын болсақ, 5 цифрды 1 цифрлы санға бөлгенде 5 цифрлы сан шықты, ал енді 2 цифрлы санға бөлгенде бізде бөліндінің мәні 4 цифрға кемді. 1 цифрға кемді, яғни 4 цифрлық бөліндінің мәні шықты. Енді келесі 52800-ді 320 санына бөлгенде 0-дер қысқарады, сонда 165 санына тең болады. Келесі 142765-ді 1 цифрлы санға бөлгенде 28553 санына тең болады. Енді 50 санына бөлгенде 142750-ді 50-ге бөлеміз, 0-дер қысқарады, 2855 санына тең болады. Яғни 4 цифрлы сан шықты. Келесі 142750-ді 125-ге бөлеміз. Бұл жерде 3 цифрлы санға бөліп жатырмыз, сондықтан бізде тағы бір санға келмейді. Яғни 1142 санына тең болады. Енді келесі бағанда 892500-ді 2-ге бөлеміз. 446250, 892500-ді 20-ға бөлеміз. Енді 0-дер қысқарады, 44625 санына тең болады. Келесі 892400-ді 200-ге бөлсек, 2-0 қысқарады, 4462 санына тең болады. Енді бірінші берілген бөлу алгоритмін оқы, екінші берілген бөлуге алгоритм қор деп тұр. Бірінші толымсыз бөлінгіш 135. 135-ті 45-ге бөлеміз. Бөліндінің мәніне цифр таңдаймыз. Ол үшін 13 ондық мыңды 4 ондық мыңға бөліп 3-ті аламыз. Яғни енді тексереміз. 45-ті 3-ке көбейтсек 135-ке тең болады. Енді бұл жерде бізде қалдық жоқ, екінші цифрын түсіреміз. 2-ні 45-ке бөлеміз. Бұл 2 саны 45-тен кіші болғандықтан тағы 7 цифрын түсіреміз. 27 тағы бізде 45 санынан кіші болып тұр, сондықтан 1 0-ді түсіреміз. 270. Енді 270-ті 45-ке бөліп 6-ны аламыз. Демек 3006 санына тең болады. Бұл жерде қалдық 0-ге тең, толық бөлінді, орындалды. Сонда бөліндінің мәні 3006 санына тең болады. Енді келесі 508. Бұл жерде 508800 санын 318 санына бөлеміз. Бірінші толымсыз бөлінгішті аламыз. Яғни толымсыз бөлінгіш 508. 508 саны, оны 318-ге бөлетін болсақ, бір цифрын, ол үшін 13 мыңдықты аламыз деп тұр. Демек бізде 1-ді 318-ге көбейтеміз. Енді азайтқанда 190-ға тең. 190 318-ден кіші болғандықтан тағы бір цифрды түсіреміз. 1908-ге тең болды. Енді оны 318-ге бөліп 6 болады. 6-ны 318-ге көбейтіп азайтамыз. Сонда бұл жерде толық бөлінді, орындалып тұр. Енді бұл жерде бөлінді 2-0 бар тағы, оны бөліндінің мәніне толықтырып жазып қойсақ болады. Сонда 1600 санына тең болады. Енді келесі тапсырма есептеп дұрыстығын тексер. 135270 бөлу 45 3006-ға тең болды. Енді тексеру үшін бізде жерде тексеріп көрсетейін. 3006 көбейту 45 деп шыққан мәні бастапқы санымыз жоқ қажет, яғни 135270 саны. Келесі 439270-ді 545-ке бөлеміз, 806-ға тең болады. Енді 806-ны көбейтеміз, 545-ке көбейтеміз. 439270 санына тең. Келесі 454.227-ні 227-ге бөлсек 2001.
2001-ді 227-ге көбейтеміз. Сонда 454.227 санына тең болады. Келесі 643.248-ді 321-ге бөлсек 2004. Тексеру үшін 2004-ті 321-ге көбейтеміз. Сонда 643.248 санымыз шығады. Келесі 547.300-ді 421-ге бөлетін болсақ 1300-ге тең. Тексеру үшін 1300-ді 421-ге көбейтеміз. Сонда 547.300 санына тең болады. Келесі 826.826-ны 826-ға бөлсек 1001-ге тең. Оны көбейтеміз 826 санына. Сонда бастапқы санымыз шығады. Енді келесі тапсырма өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. А нұсқасында 29.376 мен 72 сандарының бөліндісін 16 есе арттыр. Демек жақша ішінде бөлінді болады. Одан шыққан мәнді 16-ға көбейтеміз. Яғни 408-ді 16-ға көбейтсек 65.228 санына тең болады. Келесі 55.224 пен 78 сандарының бөліндісінен 87.552 мен 144 сандарының бөліндісін азайт деп тұр. Демек, екі бөлінді жақша ішінде болады. Бірінші бөлінді орындалады, екінші бөлінді орындалады, үшінші азайтуға амалы орындалады. Яғни екеуінен шыққан мәндерді азайтсақ, мәні 100-ге тең болады. Келесі Б нұсқасында 801.000 санынан 39.424 пен 56 сандарының бөліндісін кеміт деп тұр. Демек, 39.424 пен 56 сандарының бөліндісі жақша ішінде болады. Бірінші бөлу амалын орындаймыз. Екінші 801.000-нан сол бөлу амалында шыққан мәнді азайтамыз. Сонда 800.296 санына тең болады. Енді келесі тапсырма билеттердің құнына қара. Өрнектер бойынша есеп құрастыр. Бұл жерде 300 көбейту 17 қосу 700 көбейту 2. Енді осыған өрнек түрінде жазамыз. 17 билет 300 теңгеден, яғни 300 теңгелік билет, ол бізде балалар билеті. Балалар билеті 17 балалар билеті. Енді келесі 2 билет 700 теңгеден, демек ересектер билеті. Мына жерде балалар билеті. Балалар билеті 700 теңге бізде ересектер билеті. Балалар билеті 17 дана, ал ересектер билеті 2 дана болатын болса, барлығының құнын табу қажет. Ол үшін балалар билеті мен ересектер билетін жеке-жеке есептеп аламыз. Сонда барлығы балалар билеті 5100 теңгеге тең болады, ал ересектер билеті 700 теңгеден 2 билет 1400 теңгеге тең болады. Енді екеуін қосамыз. Балалар билеті мен ересектер билеті екеуі 6500 теңгеге тең болады. Енді оны өрнек түрінде жасақ болады. 300 көбейту 17 қосу 700 көбейту 2. Сонда 6500 теңгеге тең болады. Жауабы 6500 теңге. Енді келесі 500 көбейту 23 қосу 300 көбейту 12. Бұл жерде 500 теңгеге студенттер билеті деп тұр. Демек, студенттер 23 студент. Енді 300 теңгеден балалар билеті. Балалар билеті 12 дана балалар билеті сатып алынды. Сонда барлығы билеттің құнын табу қажет. Студенттер мен балалар билетінің бағаларын құнын екеуін жеке-жеке есептеп қосамыз. Сонда балалар билеті 3600-ге тең болады, студенттер билеті 11500-ге тең болады. Барлығы 15100 теңге болып тұр. Енді өрнек түрінде 500 көбейту 23 қосу балалар билетін көбейткендегі мәнді жазамыз. Сонда жауабы 15100 теңгеге тең болады. Студенттер мен балалар билеті. Енді келесі 500 көбейту 18 азайту 300 көбейту 18. 500 теңгелік билет бізде студенттер билеті. Студенттер билеті. Балалар билеті 300 теңге.
Енді бұл жерде қосу емес азайту болып тұр. Сондықтан бізде студенттер билеті балалар билетінен қанша теңгеге артық деп есепті құрастырсақ болады. Сонда студенттер билеті 9000 теңгеге тең болды құны, ал балалар билетінің құны 5400 теңгеге тең болды. Енді мына жерде бізде студенттер, ал ересектер билеті 700 теңгеге де. Сонда 9000-нан 5400-ді азайтсақ 3600 теңгеге тең болады. Жауабы студенттер билеті балалар билетінен 3600 теңге артық болып тұр. Енді келесі тапсырма есепті шығар. Музейдегі жәдігерлерді қалпына келтіруші мамандар 12 күн бойы 4 сағаттан жұмыс істеді. Барлық жұмысты орындау үшін 73 сағат қажет. Олар әлі қанша сағат жұмыс істеу керек? Егер мамандар күніне тағы 1 сағаттан артық жұмыс істейтін болса, қалған жұмысты орындау үшін қанша күн қажет болады деп тұр. Демек, бұл жерде 12 күнді 4 сағаттан жұмыс істеді. Демек, барлығы бұл жерде 48 сағат. 12 күнде демек 48 сағат жұмыс істейді. Енді бізде 73 сағат орындау қажет еді. Демек, 73-тен орындаған жаңағы 48 сағатты азайтамыз, сонда 25 сағат қалады. Әлі істеу керек, 25 сағатты істеу керек. Енді бізде егер мамандар күніне 1 сағаттан артық жұмыс істесе деп тұр. Сонда бізде 4 сағаттан жұмыс істеп жүрген еді, оған 1 сағатты қосақ 5 сағатқа тең болады. 1 сағат артық, яғни 5 сағат болады. Енді 25 сағат істеу керек еді. Оған 1 сағатты қосқанда 5 сағаттан жұмыс істейді күніне. Сонда 25-ті 5-ке бөлсек 5 күн әлі жұмыс істеу қажет. Енді қалған жұмысты сонда 25 сағатты 5 күнде жұмыс істейді. Енді келесі тапсырма мәтінді оқы, оның ішінен есеп құрастыруға деректер таңдап ал. Есеп құрастырып, оны шығар. Алматы қаласынан 170 км жерде Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 км, ені 3 км тасқа қашып салынған 5000 сурет петроглифтер бар. Оның 2000 суреті шамамен ұзындығы 500 метр, ені 250 метр аумақты алып жатыр. Енді бұл жерде есеп құрастырсақ, бірінші суреттің ауданы нешеге тең деп есепті құрастырсақ болады, сұрақты. Сонда 10 километр 10.000 метрға тең болады, ал сонда 3000 километріміз 3000 метрға тең болып тұр. Енді олардың ауданын есептеу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 10.000 метрді 3000 метрға көбейтсек, 30 миллион метр квадратқа тең болады. Енді 30 миллионда мына жерде 5000 сурет петроглифтер деп тұр. Сондықтан оның ауданы 5000-ға бөлеміз, 6000 метр квадратқа тең болады. Демек, бір суреттің ауданы 6000 метр квадратқа тең болып тұр. Енді бұл жерде ұзындығы ені тасқа салынған 5000 сурет петроглифтер бар. Яғни ол бізде осындай көріністе тұр. Бұл бізде 10 километр және 3 километр болсын. Осының ішінде бізде 5000 сурет. Демек, соның бір бөлігін ғана есептеп таптық сонда. Енді осы 7-ші есепті тағы бір сұрақ ретінде ойластырсақ болады. Яғни 3000 суретті алғанда оның ауданы қанша болады деп. Бұл жерде барлығы 5000 сурет бар еді. 2000 суреті шамамен ұзындығы деп тұр. Демек, 5000 суреттен 3000 суретті аламыз. Сонда 2000 сурет қалады. Демек, 5000 сурет. Бізде 5000 суреттік болсын. Оның ауданы белгілі 10 километр және 3 километрға тең. Енді соның 2000 километрі. Оның ұзындығы мен ені көрсетілген 5000 метр және 250 метрға тең деп тұр. Сонда бізде
осы 2000 суреттің ауданын есептейміз. 5000 метр және ені 250 метрға тең болады. Ұзындығы мен енін көбейтеміз, сонда 125.000 метр квадратқа тең болады. Жауабы 3000 суретті алған кезде оның ауданы 125.000 метр квадратқа тең болып тұр. Ал бізде 5000 метр километрда бізде 6000 метр квадратқа тең болған еді, бір суреттің ауданы. Енді келесі тапсырма А және Б нүктелерімен қарағанда бейнеленген суретті тап. Бірінші А нұсқасынан қараған кезде бізде мына жерде 1, 2, 3, демек үшеуі тұрады. Келесі 1, 2, 3 болып тұрады. Сонда 1, 2, мына жерде 1, 2, 3, келесі 1, 2, 3 болып тұр. Демек, бұл екінші суретке А нұсқасына сәйкес келеді. Келесі Б нұсқасымен қараған кезде 1, 2, 3 болады. Демек, 1, 2, 3 болып тұр. Келесі, енді шеткі қабатында 1, 2, 2 шеті ғана көрінеді. 1, 2 текше көрінеді. 1, 2 текше, келесі үшінші текше осы жерден көрінеді. Сонда бізде үшінші сурет Б нұсқасымен қараған кезде үшінші сурет шығады. Келесі тапсырма есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. А нұсқасында музейге арнап N жиектеме әзірленді. Бұл әзірленуі тиіс жиектеменің 2-ден 1 бөлігі. Тағы қанша жиектеме әзірлеу керек? Демек, 2n азайту n-ға тең болады. Яғни n-нің орнында кез келген сан болуы мүмкін. Келесі А нұсқасында пойыз n сағат бойы А км сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер межеленген жерге дейінгі арақашықтық b км болса, оған қанша километр жүру қажет? Ол үшін бізде b километрдан азайтамыз А көбейту n-ді. Яғни бұл жерде уақыт t болып тұр, ал бұл А дегеніміз жылдамдық, дейінгі арақашықтық b километрдан азайтамыз, жылдамдықпен уақыттың көбейтіндісін азайтамыз. Келесі Б нұсқасында егер билет X теңге және экскурсия жетекшісінің қызметі Y теңге болса, 6 оқушы музейге кассасына қанша теңге төлейді деп тұр. 6 көбейту X, 6 оқушы, демек 6 көбейту X, ал жетекшісінің қызметі Y болып тұр. Y-ті да қосамыз. Сонда 6X қосу Y-ға тең болады. Келесі автобус 40 км сағат жылдамдықпен B сағат жүрді. Оған қажетті межеге дейін D км жүру керек. Автобус барлығы қандай арақашықтықта жүріп өтуі қажет деп тұр. 40 км сағатты көбейтеміз B сағатқа, яғни жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Оған қосамыз, тағы межеге дейін деп тұр. Яғни бізде сызбасын сызатын болсақ, осындай. Демек, оның жартысы бізде мына жерде бұл жүруі тиіс D. Ал мұнау бізде жүріп қойған, уже оның бізде жылдамдығы және уақыты белгілі. Сондықтан жылдамдықты уақытқа көбейтіп, тағы жүру қажет болған жолды қосамыз, D-ны қосамыз. Сонда 40 көбейту B қосу D-ға тең болады. Келесі тапсырма төрткөздердегі сандардың орналасу заңдылығын тап. Бұл жерде 34, 37, 40, 43. Демек, әр келесі санға 3 саны қосылып тұр. 3 саны қосылып тұр. Енді келесі ең астындағы саны табу қажет. 37, 40, 43. Бұл жерде де бізде 3 саны қосылып тұр. Демек, келесі санды табу үшін тағы 3 саны қосамыз, сонда 46 санына тең болады. 46 саны болып тұр. Енді оны тағы бір нұсқа арқылы тапсақ болады. Яғни 43, 44, 45, демек бұл жерде бір саны қосылып тұр. Келесі санды табу үшін бір саны, тағы бір санды қоссақ, сонда 46 санымыз шығады. Келесі 61, 63, 66, 70. Яғни 63-тен 61-ді азайтып көреміз. 2, демек 2 саны қосылып тұр. Келесінде 3 саны қосылып тұр. Келесі 4 саны қосылып тұр. 66-ға 4-ті қосқанда 70-ке тең. Енді 67, оған 2-ні қостық, 69. Оған 3-ті қостық, 72. Енді 72-ге 4-ті қосамыз,
76-ға тең болады. Демек, белгісіз санымыз 76-ға тең болады. Енді тағы есептесек болады. 70, 71, 73, 76. Демек, бұл жерде 1 саны қосылып тұр, келесінде 2 саны қосылып тұр, келесінде 3 саны қосылып тұр. Сонда 76 санымызды осылай тапсақ та болады. Енді келесі тапсырма есепте. 209 көбейту 905 саны. Бұл жерде нөлдерді есепке алмай есептесек болады, немесе бірге есептесек те болады. Сонда көбейту амалында 189.145-ке тең болады. Тексеру үшін бізде бөлу амалы арқылы тексереміз. Яғни шыққан мәнді 905-ке бөліп тексеріп көрсек болады. Келесі 233 көбейту 630. 30 нөлді есепке алмай көбейту амалын орындаймыз. Соңында көбейтуінің мәніне нөлді қосамыз. Сонда 146.790 санына тең болады. Келесі 40.803-ті 201-ге бөлсек 203-ке тең. Бөлу амалын көбейту амалы арқылы тексереміз. Келесі 826.281-ді 909-ға бөлсек 909-ға тең болады. 102.555-ті 265-ке бөлеміз. 387, 242.963-ті 427-ге бөлсек 569-ға тең болады. Бұл жерде барлығы толық бөлінді, орындалып тұр. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық.